Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Алакөл ауданы Шарал қазақ гимназиясы мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Оқапова Айсұлу Жеңісқызы. 4-ші сынып математика пәні. Балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз есептерді шығарудың тиімді тәсілдері. Сабағымыздың бірінші мақсаты 3-4 амалмен шығарылатын есептерді әртүрлі тәсілдермен шығару. Және сабағымыздың екінші мақсаты тиімді тәсілдерді анықтауды үйрену. Олай болса, балалар, сабағымызды бастайық. Балалар, енді оқулықтарының 53-ші бетіндегі номер 1-ші тапсырмаға қарай қойыңдар. Әртүрлі тәсілмен есепте саған амалдардың қандай қасиеттері көмектесті дейді. Олай болса, 1-ші тапсырмасының А тапсырмасына қараңыздар. Тік төртбұрыштың ауданын тап дейді. Олай болса, біз бұл тік төртбұрыштың ауданын көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті арқылы анықтап көрейік. Ұзындығы А тең 8 см, ені тең 3 см екен бі. Аны Б-ға көбейтейік, 8-ді 3-ке көбейтейік, және 3-ті 8-ге көбейтуге болады екен. Бұл жерде балалар көбейткіштердің орны ауысқанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді екен. Бұл есептеуді біз көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті арқылы орындадық. Олай болса, мына жерге жауапқа 24 деп жазып көрейік. Жауапты тексерейік. Міне есептеуіміз дұрыс екен. Келесі. Ә тапсырмасы үлкен тік төртбұрыштың ауданын тап дейді. Көк тік төртбұрыштың ұзындығы А тең 5 см екен. Жасыл тік төртбұрыштың ұзындығы Б тең 3 см екен. Ені 2 см, С тең 2 см. Біз осы фигураның ауданын көбейтудің үлестірімділік қасиеті арқылы тауып көрейік. Көбейтудің үлестірімділік қасиетінің формуласы жақша ашылған А қосу Б көбейту С тең, оны былайда шығаруға болады. А-ны С-ға көбейтіп, қосу Б көбейту С деп. Енді біз А-ға Б-ны қосайық. 5-ке 3-ті қосайық. 8 см, оны 2-ге көбейтсек, 16 квадрат сантиметр. Немесе 5-ті 2-ге көбейтіп, 10 болады. 3-ті 2-ге көбейтіп, 6 қоссақ, 16 квадрат сантиметр болады. Біз үлкен тік төртбұрыштың ауданын балалар көбейтудің үлестірімділік қасиеті арқылы анықтадық. Олай болса, жауапты жазып көрейік. 16. Жауапты тексерейік. Дұрыс екен балалар. Бұл тапсырмамызда дұрыс орындалды. Қораптың көлемін тап дейді. А тең 8 см, Б тең 4 см, С тең 6 см. Яғни ұзындығы, ені, биіктігі белгілі. Бұл есептеуді біз көбейтудің терімділік қасиеті арқылы орындап көрейік. Жақша ашылған А көбейту Б, жақша жабылған көбейту С тең А көбейту, жақша ашылған Б көбейту С, жақша жабылған. Яғни осы формулаға сап шығарып көрейік. Олай болса, А-ны Б-ға көбейтеміз 32 квадрат сантиметр, оны С-ға көбейтеміз 6 сантиметрге 192 куб сантиметр болады. Қане енді жауапты тексеріп көрейік. Жауабымызды тексерейік. Дұрыс. Бұл қораптың көлемін біз көбейтудің терімділік қасиеті арқылы тапқан екенбіз. Осы 3 тапсырманы біз көбейтудің ауыстырымдылық, терімділік, үлестірімділік қасиеттері арқылы таптық. Енді оқушылар 54-ші беттегі номер 2-ші тапсырмасыға қарай қойыңыздар. Номер 2-ші тапсырмасының А бөлігі. Оқушылар сарайындағы ғарышты зерттеу үйірмесіне 30 қыз бен 40 ұл қатысады. Олар топтарға бөлінді. Әрбір топта 10 баладан бар. Үйірмеде барлығы неше топ бар? Сабағымыздың мақсатына жету үшін осы тапсырманы орындап көрейік. Яғни біздің сабағымыздың мақсаты 3-4 амалмен шығарылатын есептерді әртүрлі тәсілмен шығару.
Олай болса, қазір мен осы тапсырманы сіздерге әртүрлі тәсілмен шығарып үйретем. Дәптерлеріңді ашып, осы тапсырманың шартын жазып қойыңыздар. Қыз 30, ұл 40. 10 баладан топқа бөлінді. Сұрақ: барлығы қанша топ бар? Мен сіздерге қазір осы тапсырманың жауабын бірнеше тәсілмен шығарып көрсетемін. Бірінші тәсілінде балар біз былай орындайық. 30-ды 10-ға бөліп тең 3 топ болды. Одан кейін 40-ты 10-ға бөлейік тең 4 топ. Жаңа 30 қызды 10 баладан топқа бөлгенде 3 топ болды. 40 ұлды 10 баладан топқа бөлген 4 топ болды балар. Енді 3-ке 4-ті қосамыз тең 7. Яғни 7 топ. Енді бұл бірінші тәсілі. Енді екінші тәсілі. Қыз бен ұлды қосып, 30-ға 40-ты қосып, бізде 70 шықты. 70-ті 10-ға бөлейік. Тең 7 топ. Енді қарай қойыңыздар. Мен бұл есепті екі түрлі тәсілмен шығарып көрсеттім. Бізде сабағымыздың мақсаты әртүрлі тәсілмен шығару және тиімді тәсілді анықтау. Қалай қарайсыңдар балар? Бізге есептеудің қай тәсілі ыңғайлы деп ойлайсыңдар? Я, екінші тәсіл ыңғайлы деп ойлайсыңдар. Жақсы балар, осылай дәптерімізге жазып алайық. Келесі балар 55-ші беттегі номер 5-тің астына қарай қойыңыздар. Берілгені: бір қожайында 23 қой бар. Ал екіншісінде одан 7 қой артық. Екеуінде барлығы қанша қой бар екенін табуымыз керек. Енді мен осы есепті бірнеше тәсілмен көрсетейін сендерге. Бірінші тәсіл. 5-ші тапсырманың асы. Бірінші тәсілі: 23 қосу 7 тең 30. Бұл екінші қожайында осынша қой бар. Екінші тәсілі: бірінші қожайында 23 қой болған, екінші қожайында 30 қой болды. Барлығы 53. Барлығы 53 қой. Келесі екінші тәсіл. 23 қосу 23 тең болады 46 қой. Бірінші қожайында қанша қой болса, екіншісінде де сонша қой. Және 7 артық. 46-ға 7-ні қосамыз. Тең екеуінде шын мәнінде 53 қой бар деген сөз. Келесі 23 көбейту 2. 23-тен 2 рет, 2 қожайында 46 қой. Екінші тәсілінде 7 артық 46-ға 7-ні қосамыз, 53 қой. Шын мәнінде 2 қожайында 53 қой бар. Мынау бізде екінші тәсіл болған. Мынау балар үшінші тәсіл. Енді төртінші тәсілге қарай қойыңыздар. Бірінші қожайында 23 қой. Екіншісінде одан 7 қой артық. Міне, осылайда шығаруға болады балар. Мынау бірінші қожайындікі, мынау екінші қожайындікі 23 және 7-і артық. Сонда 23-ке 7-ні қосамыз 30, 30-ға 23 қоссақ 53 қой. Екеуінде шын мәнінде 53 қой. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, бірінші мақсаты есепті 3-4 тәсілдермен шығару, әртүрлі тәсілмен шығару, және екінші мақсаты тиімді тәсілді анықтау. Қалай ойлайсыңдар балар? Сіздерге қай тәсіл тиімдірек болды? Я балар, төртінші тәсіліміз тиімдірек екен. Барлық жерде де жауабымыз бірде 53 қой, барлық тәсілде де жауабымыз 53 қой дұрыс. Ең тиімділігі осы төртінші тәсіл. Олай болса біз сабағымыздың мақсатына да жеттік деп ойлаймын. Енді сіздер өздеріңіз 54-ші беттегі номер 6-шы тапсырманы тура осындай бірнеше тәсілдермен шығара қойыңдар. Үйге балар 56-ші беттегі 10-шы тапсырманы беремін. Ол жерде де есепті әртүрлі тәсілмен шығарасыңдар. Қаланың мектебінің әр сыныбында 25 бала оқиды. Егер әрбір параллельде А
Ә және Б 3 сыныптан бар болса, онда 11 жылдық мектепте қанша бала оқиды дейді. Яғни әр сыныпта балалар 25 баладан. Параллель сынып үшеу А, Ә, Б. Осындай сыныптан 11 сынып бар. Осыны әртүрлі тәсілмен шығарып келесіздер. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Осы сабақтарды үй тапсырмасын маған шығарып, WhatsApp желісіне маған жекелей жіберулеріңе болады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.